Biz Мәкеңді шын жүректен құттықтаймыз. Бүкіл қазақ елі қуанды ғой шіркін. Рахмет. Өз жеткізе алмай, бүгінгі қуанышымыздың бірі еді. Негізі сәби деген дүние бұл бақыттың үстемеленгені ғой. Үмітіңнің күшейгені, бақытыңның молайғаны. Алла ұзағына сендірсін. Ешқашан берерін тауыспасын. Өмірге әкелген перзенттерің тек қана көретін бақыт болсын. Алла тағала келін екеуіңе солардың өңгенін, өскенін көрсетіп, үлкен әулетке айналғанын көріп, көңілдерің толсын деймін. Әумин. Әумин. Құтты болсын қазақ елі. Жұғысты болсын. Тағы да балалардың қуанышына келдік. Белгілі сатирик Олжас Сыдықбек деген азамат той жасап жатыр екен. Біз соны құттықтап келдік. Біз Мәкеңді шын жүректен құттықтаймыз. Бүкіл қазақ елі қуанды ғой шіркін. Рахмет. Өз жеткізе алмай, бүгінгі қуанышымыздың бірі еді. Негізі сәби деген дүние бұл бақыттың үстемеленгені ғой. Үмітіңнің күшейгені, бақытыңның молайғаны. Алла ұзағына сендірсін. Ешқашан берерін тауыспасын. Өмірге әкелген перзенттерің тек қана көретін бақыт болсын. Алла тағала келін екеуіңе солардың өңгенін, өскенін көрсетіп, үлкен әулетке айналғанын көріп, көңілдерің толсын деймін. Әумин. Әумин. Құтты болсын қазақ елі. Жұғысты болсын. Тағы да балалардың қуанышына келдік. Белгілі сатирик Олжас Сыдықбек деген азамат той жасап жатыр екен. Біз соны құттықтап келдік.